Сәлем балалар, ана тіл пәнінен 66 сабақ заттың атын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен ережені есімізге түсірейік. Заттың атын білдіретін сөздерге кім-кімдер, не-нелер сұрақтар қойылады. Адамға қатысты сөздерге кім-кімдер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, кім ұстаз, кім ата, кім әже, кім әке, кімдер дәрігерлер. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не-нелер деген сұрақтар қойылады. Не балта, не балға, нелер орындықтар, не сиыр, не қой, нелер бұзаулар. Жақсы балалар, есімізге түсіріп алсақ, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Тақырыбы доп та керек, дос та керек. Күні бойы доп тебем, доп тепкенде дөп тебем. Жүгіремін қуалап, жеке ойнауды жек көрем. Жақсы екен доп деген, тебе білсең еппенең. Осы көпшіл добыммен достар таптым көптеген. Авторы Ғалымбек Жұматов. Балалар, доп ойнауды ұнатасың ба? Я, жақсы, жарайсыңдар балалар. Доппен тағы қандай ойын ойнайсың? Жақсы балалар. Көптеген ойын ойнауға болады екен, доппен. Футбол, баскетбол, волейбол, тағы да басқа. Өлеңнен кім, не деген сұрақтарына жауап беретін сөздер табайықшы. Ал іздейік балалар. Я, дұрыс айтасыңдар. Доп, не? Доп, дос. Кім? Дос. Кімдер? Достар деген сөздер бар екен, балалар. Кім, не деген сұрақтарына жауап беретін. Яғни балалар, бұл өлеңде не айтылған екен сонымен? Дұрыс айтасыңдар. Мен доп ойнау арқылы достар таптым. Мен доп ойнауды достарыммен ойнағанды өте жақсы көремін деген екен бұл өлеңде. Жақсы балалар. Енді балалар, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар доп ойнады, Ержан қақпашы болды. Бүгін ойын қызықты өтті. Балалар, алдымен әдемі етіп сөйлемдерді көшіріп жазып алайық. Жақсы балалар, жазып болсақ балалар, кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздердің астын сызайық. Балалар доп ойнады. Кімдер ойнады? Балалар ойнады. Балалар не ойнады? Балалар доп ойнады, балалар. Балалар және доп деген сөздердің астын бір сызықпен сызып қоямыз. Ары қарай балалар, келесі сөйлем. Ержан қақпашы болды. Кім қақпашы болды? Ержан. Ержан кім болды? Қақпашы болды. Ержан және қақпашы деген сөздердің астын бір сызықпен сызып қоямыз. Келесі. Бүгін ойын қызықты өтті. Не өтті? Ойын өтті, балалар. Ойын деген сөздің астын бір сызықпен сызып қоямыз. Жақсы балалар. Жарайсыңдар. Олай болса, үшінші жаттығу қарайық. Үшінші жаттығу. Суреттер бойынша мәтін құра. Балалар, біз кімді көріп тұрмыз? Я, балаларды көріп тұрмыз, Енді олар не істеп жатыр? Я, дұрыс айтасыңдар, спортпен шұғылданып жатыр, денесін шынықтырып жатыр. Олай болса, біз осы балаларға арнап мәтін құрайық. Мәтіннің тақырыбын менің достарым деп алсақ болады, балалар. Менің достарым спортпен шұғылдануды өте жақсы көреді. Әсел шеңбер айналдыруды. Асан мен Үсен гір тасын көтеруді. Ал Әсел болса, секіргішпен секіргенді өте жақсы көреді. Олардың ойынша спорт денсаулық кепілі. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып,
лайк басып комментарий жазуды ұмытпа. Сау болыңдар балалар.